Преимущество легкорельсового транспорта следующее. Во-первых, это, естественно, скорость. Во-вторых, это безопасность. В-третьих, это очень удобно. Летом это будет абсолютно прохладно, зимой это тепло. Осылай уәдені үйіп төгіп, іле-шала қызметінен кетіп, кейін елден ізім қайым жоғалған Астана ЛРТ басқармасының бұрынғы төрағасы Талғат Ардан қолға түсті. 2011-ден 2017 жылға дейін ЛРТ құрылысын бақандай 6 жыл басқарған Ардан арада 6 жыл дегенде әрең табылып, Түркияның Анталиясында ұсталды. Елорда жолдарындағы кептеліс пен хаосты жоюдың орнына құрылысқа қажет миллиардтаған қаражатты жоқ қылды деп айыпталған Талғат Арданға халықаралық іздеу 2019 жыл жарияланған болады. Биыл ұлттық қауіпсіздік комитеті оның нақты қайда жүргенін анықтап, ақыры Түркияның құқық қорғау органдары қашқынға құрық салды. 9 мамырда Анталия соты Арданды Қазақстанға депортациялау туралы шешім қабылдаған. Қазір ол қамауда отыр. Біздің құзыретті органдар оны Қазақстанға қайтару бойынша құқықтық рәсімдерді бастады. Қазақстан соты ол қашып жүргенде 9 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкімде шығарып қойған болатын. Ал атышулы ЛРТ құрылысы басталғалы да 14 жыл өтіпті. Салынуынан қаңтарылып тұрғаны көп құрылыстан біраз былықтың беті ашылды. Аспалы жолдың сұр бағаналарына халықтың өзі сұрлана қарап, жемқорлық ескерткіші деп атап кеткен еді. Ақыры ЛРТ құрылысы 2023 жылдың жазында қайта жалғасып, бір қуанып қалғанымыз бар. Қала әкімі Жеңіс Қасымбек үкіметтің жыл басындағы кеңейтілген отырысында биыл қыркүйекте тестік сынақ жүргізілетінін айтқан. Оған жарты жыл уақыт кетеді. Сөйтіп 2026 жылдың жазында ЛРТ толық пайдалануға берілмек. City Transportation Systems компаниясы таяуда рельстердің 25% төселді деген ақпарат берген. Жеңіл рельсті желіге 19 вагон қажет. Олар биыл күзде жеткізіледі. Ал жоба құны сол 1,8 миллиард ақш доллар күйінде өзгеріссіз қалған.